Жетімнің монологы. Мен бәлкім қоғамға шетте шығармын. Қызығын әлі бермеді титтай мына күн. Жетімнің бәрі осылай жылап өте ме? Бейкүнә жанның мазасыз күнін ұғар кім? Әкем мен анам өлі ме әлде тірі ме? Бермейді жауап көзіме қарап бірде. Күдікпен солай жүргенде жасқа малынып, асырап алған атам сыр айтты түңіле. Шырағым, бақыт деді ата-анаң, іргелес тұрдық, болмадық саған жат адам. Ажалға әкең басқағанан кеткенде, уәде беріп, қарт әжеңнен бата алғам. Бермеді қызым қымбат сәтінің қызығын, үйдегі апаң көрсетті талай бұзығын. Көзімді жұмам, көрсем де қанша кемісін, татып келемін, салмаған өмір тұзындым. Дегенде атам шошындым тағы ішімнен, қазбаламадым, түсіндім ана ісінмен. Көкек ана қатыгез апа жайынан, аналар тағдыр құратындығын түсінгем. Жемедім тойып, кимедім киім бітінін, иқымда қанбай аңсадым жанның күтімін. Не жаздым Алла, азапты отқа оранар, осыма сенің қыз мұңлық деген үкімің. 16 қыстың жылуын жазын сезбеппін, бала боп мүлде адам боп тіпті кезбеппін. Талаптан тоңып, бұйрықтан бүркіп жүрсем де, ажалдан қашып, қасірет мұңға төзбеппін. Қыз болам әлі, сүйсініп қатар тамсанған, құс болам бірдің бағында құт боп ән салған. Әлемнің асыл анасы болам үлгілі, көкөктермен көк бетке жақыт жол салған.